Қазақстандағы тәуелсіз бақ пен журналистерге қысым жасалып жатыр деп ойлайсыз ба? Құқық қорғаушылар бұған тоқтау салуды сұрап отыр. 9 халықаралық құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігін тәуелсіз журналистер мен баққа қысымды тоқтатуға шақырды. Оларға Amnesty International, Human Rights Watch, Civil Rights Defense және тағы да басқа ұйымдар кіреді. Баяндамаларда кей журналистер, мысалы, Гүлнар Башкеноваға қатысты қылмыстық істер қозғалғаны, әлеуметтік желідегі аккаунттар уақытша өшірілгені айтылған. Власть.кз сайты да бірнеше күн қатарынан шабуылға ұшыраған. Құқық қорғаушылар Қазақстан үкіметін сөз бостандығы мен ақпаратқа қол жеткізу құқығын қамтамасыз етуге шақырды. Тәуелсіз журналистерге қарсы қысымды тоқтату, негізсіз іс қозғауды доғару маңызды. Сонымен қатар баяндамада ЛГБТ өкілдерінің құқығын шектейтін заңнамалық нормаларға назар аударылған. Бұл нормалар журналистерге, ғалымдарға, суретшілерге немесе азаматтық қоғам өкілдеріне қауіп төндіреді. Ұйымдар атап өткендей, мұндай әрекеттер Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне, Европа қауіпсіздігі және ынтымақтастық ұйымы аясындағы плюрализм мен теңдік принциптеріне қайшы келеді. Билік ақпаратқа қолжетімділікті және сөз бостандығын сақтау үшін шара қолдануы тиіс. Сіз бұл жағдай туралы не ойлайсыз? Пікір қалдырып, жазылыңыз және бөлісіңіз.